Президент үндеуіне қатысты сарапшылар мен зиялы қауым өкілдері пікір білдіріп жатыр. Айтуларынша, мемлекет басшысының мәлімдемесіндегі шаралар қауіпті індетке қарсы тұрып, экономиканы тұралатпауға мүмкіндік береді. Сондықтан азаматтарды карантин талаптарын орындап, сабырлық сақтауға шақырып отыр. Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында ашылатын әуе рейстарының да 1 мамырдан ашылуының өзі ол орынды деп айта аламыз. Өйткені жалпы екі үлкен қаржы мегаполисі халықтың жоғары қамтамасыз етілуіне байланысты, екіншіден осы эпидемияға байланысты іс-қимылдарды оператив түрде шешуге де мүмкіндік беретін жағдай. Коронавирустың өте таралу жиілігі, жылдамдығы өте тез екен. Сондықтан кез келген жағдайда, кез келген уақытта жағдай өзгеруі мүмкін. Сондықтан да біз мемлекет басшысы айтқандай, бұл жерде асығыстыққа жол бермей, мына карантин режиміне түсіністік танытып, бұл жағдайдан кешенді түрде, жүйелі түрде байыппен, сабырмен шығуымыз керек. Қиыншылық бар, әрине. Ол оңай емес. Үйде отыру, әсіресе карантинде мынау көп этажды үйлер далаға шығамай қалу деген, ол біршама әрине адамдарға қиындық келеді. Бірақ бұған түсіністікпен қарауымыз керек. Оны не үшін істеп жатыр? Оны біз үшін, біздің балаларымыз үшін, біздің ауырмауымыз үшін істеп жатыр.